Сәлем достар, сіздермен бірге үй жағдайында қайнатпас сорпа бірге дайындайтын боламыз. Ең алдымен қазанымызға су құйып аламыз. Үстіне жуылған менде сиырдың еті. Қазанымыздың бетін жауып, жақсылап бір қайнатамыз. Бетіне көбігі шыққанға дейін. Оған дейін пиязымызды, сәбізімізді, картопымызды турап аламыз. Және менде тоңазытқышта тұрған қызанақ және болгар бұрышы. Қызанақ дөңгелектеліп туралған, болгар бұрышы 4 бұрыштап қызыл көк түстегі, 2 түсте менде араластырылып. Енді осыны қазанға саламыз. Мәні дайын. Қазанымызды ашып, енді етіміз қайнады. Енді бетінде көбігін жақсылап аламыз да. Енді лавр жапырағын саламыз 2 дана. Шетіне көкөністерімізді салатын боламыз. Қызанақ, картоп, пияз. Бәрін саламыз. Бір қайнатып алып, баяу отта 2,5 сағатқа қалдырамыз. Сол кезде етіміз жұмсақ болып піседі. Татымына қарай тұз саламыз. Және 1-2 қасық банкідегі салатымыздан сап жерсек те болады. Әркім өзінің қалауынша, мен 2 қасықтай қосып жібердім. Мінекей. Сорпамыз пісті. Етін турап салдым ішіне. Міне, сорпамыз дайын. Ас болсын. Тағы басқа рецепттер каналымнан көргілеріңіз келсе, подписаться бөлімін басыңыз. Ас болсын.